Бүгін 24 ноябрда Кыргыз Республикасының Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев ушул жылдын март айында 3 эмди болгон Жалалабад шаарынын тургуну Айбек Ахметов жана Фатима Исматовалардын үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалалабад шаарында курулуп жаткан батирлерден 3 бөлмөлүү батирди кезексиз берүү сертификатын тапшырды. Жақсы отыр, құттықтаймыз сіздерді. Мына 3-4 балаңар бар екен, уже 7 болыпсыңар, жоғайыпсыңар, көбейіпсіңар, десолты болғыла, мынада көбейе бергіле. Мына президентіміз атынан сізге 500 000 сом, бұл сізге, бұл балаға бермеңіз. Сізге болса, мына гектен өчірітсіз 3 комнаталы квартира. Жалалабад. İşinize olsun, desalt olsun, жақсы жүріңіздер. Рахмат, işinizге келіп болсын. Жақсы жүріп, балдар жақсылап чоңойды берген, қызым? Қанша жыл, қанша қыз болды? 3 ұл, 4 қыз болды. Мына қызым, кәл, мына, қыздар, мына қызым. Мына, бұл сыға машина, мына қызым. Саға машина, мына. Атын кеме? Мұхаммед? Қолды берші? Жақшылап, маладец. Жақсы жүргін, десі оғықла, жақсы жүргін. Шегелі келікті болсын. Балдай жақшылап баға бергіле, Құдай бұйырса, бары жақсы болады. 2 ұл, 1 қыз 8 мартта төрөлдү. Үй шартым, шу өзім 2 әкем бар, ошы әкелерім салып берген үйде жашайым. Апаммен жашайым. Негіз азы 7 балам болды, 3 ұл, 4 қыз. Генерал Камчыбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылыгын билдирем. Үй бүлөбүз атынан президенти Садыр Жапаровго ушундай шарттарды кылып берди. Аябай кубанычтабыз. Бул үй бүлө өздөрүнүн жеке турак жайы жок болгондугуна байланыштуу ата-энесинин үйүндө көпчүлүк болуп жашап келгенин айтат. Үй сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан Камчыбек Ташиевке кайрылган жана кыска убакытта кайрылуусу кабыл алынган. Учурда Ахметовдордун жалпы 7 баласы бар. 3 эмдин 2-сү уул, 1 кыз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.